Интригасы жоқ тағы бір финал бар. Чемпиондар лигасының. Екеуі ма? Бүйтіп шығайын ба? Бірінші раунд деп. ПСЖ қазір әлемдегі ең күшті команда ма? Ең күшті команда. Футболшылар да мықты, ақшасы да көп, артында арабтар да бар. Артында тұрған арабтар. Бірінші кезекте футболы мықты. ПСЖ сатып алған өткен жылы. Міне. Барселонаны шығартпады, бәрін жасады, Интермен ойнады, 5-0 қылды. Все. Биыл сатып алған жоқ шығар? Сатып алған жоқ. Жайлап тамшылатып келе жатыр ғой. Көрдің бе? Бұл Бавариямен ойнаған ойында өзінің штрафный ойында тұрған екі футболшы, ПСЖ-ның екі ойыншысы. Бір-біріне тебеді ғой допты. Қолына тиген. Мына жеріне келіп тиеді ғой. Сол кезде пенальти бермей қойды. Көрмеді ма? Көрмеді. Бермей қойды ма? Бермей қойды. Жол тиіп Харри Кейн сразу көрді ғой. Йоқ, қойсай деді ғой. Не масқара еді. Мен түсініп тұрмын да Бавария футболшыларын. Бавария жеуге дайын тұрды ғой. Бір гол кіріп кетсе болды ғой. Крышка ашылайын деп тұрған жерде. Жоғарғы деңгейдегі төреші білдіртпей жаңағы айтып отырмын ғой. Тамшылатып тұрып құртып отыр ғой ойынды. Бермейді, пенальти да бермейді, ананы да бермейді, мынаны да бермейді. Болды. Атқан кезде қолына тигенше, о, наоборот, свисток беріп жатыр да. Мен күліп өліп отырмын. Осы ойынды телевизордан көріп, семейде жатып мен көрдім да. Мен сразу айттым, мынау свет өшіре бер болды дедім. Сөйтіп, короче, осыда ақша бар. Сондықтан бұлар білді. Ақшаның буыра ма сонда? Бұл ұрады бұларды. Бүйтіп әкеп қояды ғой бұлар. Осы Санжардағыдай. саған өстіп, мынау ПСЖ-ның жастығы еді деп сыйлайды да. Сен ПСЖ-ның жастығы екен деп барасың да, мынаны ашасың ғой, іші толған дол. Жоғарғы деңгейде Чемпиондар лигасының полуфиналында төреші ПСЖ-ға көмектесіп жатса, қалай балет етпейсің мынау арабтың командасына? Мысалға да, ол Арсеналмен ойнайды, анау шанс жоқ, оны тастай сала, анау жастық лақтыра сала мусор.